Қайырлы күн балалар. Бүгін біз сіздермен мемлекеттік аумақтың морфологиялық ерекшеліктері туралы айтамыз. Сонымен жалпы мемлекеттік аумақ деген не? Ол белгілі бір мемлекеттің егемендігіндегі географиялық кеңістіктің бөлігі. Жалпы мемлекеттің аумағына нені жатқызуға болады? Яғни шекаралар аралығындағы орналасқан құрлықтың бөлігін, жер қойнауын, ол жердегі ішкі және аумақтық суларды, сондай-ақ жаңағы аумақтың үстіндегі әуе кеңістігін біз мемлекет аумағына енгізуге болады екен. Мемлекет аумағының морфологиялық ерекшеліктеріне ассоциация айтатын болсақ, ол ел аумағын игеруде, экономикалық дамуына және мемлекеттік шекаралардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуде өте үлкен роль атқарады екен. Ал жалпы мемлекет аумағы бұл аса маңызды геосаяси ресурс. Ал мемлекет аумағының бірнеше белгілерін атап айтуға болады екен. Яғни бірінші белгілері, ол қандай белгілер екен атап өтейік. Біріншіден біз оны жерінің ауданы бойынша айтсақ болады екен. Міне, жерінің ауданы оның белгісі болып табылады. Екіншіден, олдың географиялық орнының ерекшелігі. Сол мемлекеттің географиялық орнының ерекшелігі. Мен қысқартып жазайын. Үшіншіден, мемлекеттік шекаралардың пішіні мен түрлері. Мемлекеттік шекаралардың, мен қысқартып жазам, балалар, түрлері және пішіні. Сондай-ақ табиғи ландшафттардың түрлері. Сол мемлекеттегі табиғи ландшафт түрлері. Сондай-ақ сол жердің мемлекеттің, яғни игерілу деңгейі. Міне, бұл осы мемлекет аумағының жаңағы морфологиялық ерекшеліктеріне байланысты басты белгілер екен атап өтейік. Енді жалпы мемлекет жерінің ауданы туралы қарастыратын болсақ, ол халықаралық деңгейдегі мемлекеттің орнын анықтайтын көрсеткіш болып табылады. Әрине, бұл көрсеткіш мемлекеттің сыртқы саясатының сипатына, ұлттық геосаяси мүдделеріне ықпал етеді екен. Енді жалпы мемлекет жерінің аумағына тоқталатын болсақ, ауданына тоқталсақ, біз білеміз, дүние жүзіндегі ірі мемлекеттер бар. Әсіресе дүние жүзі бойынша ірі 9 мемлекет, яғни есімізге түсірейік, ол Ресей Федерациясы, Канада, Қытай Халық Республикасы, Америка құрама штаттары, Бразилия, Австралия одағы, Үндістан мемлекеті, Аргентина және Қазақстан Республикасы. Міне, осы ірі 9 мемлекет ауданын бірігіп, жалпы адам қоныстанған құрлықтың 55,8% құрайды екен. Жалпы орыс ғалымы Пирожник бойынша біз жерінің ауданы бойынша мемлекеттерді мынандай топтарға топтастырамыз екен. Олар біріншіден алып мемлекеттер, яғни аумағы 2,5 миллион километр квадраттан астам болса, ол алып мемлекеттер. Жаңағы біз айтып өткен 6 мемлекетті жатқызуға болады. Одан кейінгі ірі мемлекеттер, олардың аумағы жаңағы 2,5 миллион километр квадрат пен 350 мың километр квадрат аралығында екен. Үшінші, орташа мемлекеттер 150-350 мың километр квадрат аралығында. Төртінші, шағын мемлекеттер, ол 30 және 150 мың километр квадрат болса, және ұсақ мемлекеттер. Олардың аумағы 30 мың километрден аз екен. Немесе ұсақ мемлекеттерді біз шағын мемлекеттер, микромемлекеттер, немесе ергежейлі мемлекеттер деп қарастырамыз. Әрине, еске түсіретін болсақ, олар Ватикан, Монако, Андорра, Лихтенштейн, Мальдив аралдары, Науру, Тувалу сияқты мемлекеттерді айтуға болады. Ал осы ұсақ мемлекеттерде адам қоныстанған құрлықтың 1,3% алады екен.
Енді жалпы игерілу деңгейі бойынша да қарастыратын болсақ, жалпы мемлекет аумағына баға беруде ол осы игерілу деңгейі есептелінеді. Жаңағы үлкен мемлекеттерді қарастыратын болсақ, Австралия одағының мысалы 3-тен 1 бөлігін шөл алып жатыр. Яғни игерілуі бірдей емес деген сөз. Сондай-ақ жер аумағы үлкен Ресей Федерациясының 5-тен 3 бөлігі табиғаты өте қатал. Яғни баға беруде бұл жерде тиімді аумақтарды ескеру керек. Ал тиімді аумақтар дегеніміз ел аумағындағы игерілген аудандар үлесін біз тиімді аумақтар деп айтамыз екен. Енді жалпы географиялық орнының ерекшелігі дейді, біз нені қарастырдық? Енді географиялық орнының ерекшелігіне байланысты балалар біз 3 түрге бөліп қарастырамыз екен. Ол бірінші физикалық географиялық орны, физикалық географиялық орны. Так, бұл жерде нені айтуға болады? Яғни, бұл жерде географиялық координата және нақты физикалық географиялық кеңістіктегі орнын айтуға болады. Мысалы, экватор сызығы дүние жүзіндегі 13 мемлекетті кесіп өтеді деп. Немесе физикалық географиялық орнына байланысты әрине біз білетін солтүстік, оңтүстік, батыс, шығыс 4 жарты шарда орналасуы мүмкін. Екіншіден, экономикалық географиялық орны. Экономикалық географиялық орны. Экономикалық географиялық орны бойынша біз жалпы ол кеңістіктегі жағдайымен маңызды нысандарға қатысты. Ал осы жерде ол бірнеше топқа бөлінеді екен. Қандай топтарға? Яғни, біріншіден ол орталық елдер орналасуына байланысты. Екінші, перифериялық елдер. Перифериялық анықтама беріп кетсек, әлемдік экономика орталықтары мен маңызды халықаралық қатынас жолдарынан шалғайда орналасқан елдерді перифериялық елдер деп атаймыз екен. Үшінші, транзиттік. Ал транзиттік елдер дегеніміз не? Аумақ арқылы маңызды халықаралық жолдар өтетін елдерді біз транзиттік елдер деп атаймыз. Және ол ішкі елдер және теңіз маңы елдері. Бұл географиялық, экономикалық жағынан елдердің орнын осылай бөлуге болады екен. Және географиялық орнының ерекшелігі бойынша үшінші бұл саяси географиялық орны. Саяси географиялық. Өзі айтып тұрғанда, мемлекет аумағының саяси тұрғыда маңызды нысандарға қатысты анықталады бұл орын. Және мысалы мемлекеттің көршілік жағдайы саяси тұрақсыз болса, ол жерде геосаяси жағдай өте тұрақсыз деген сөз. Керісінше, бейтарап, тату-тәтті көршілермен көрші болу, ол сол мемлекеттің геосаяси жағдайын нығайтады деп айтсақ болады. Міне балалар, жалпы морфологиялық ерекшелігіне байланысты біз оның негізгі басты белгілері игерілу деңгейі, географиялық орнының ерекшелігі, немесе жалпы мемлекеттің аумағы, яғни жерінің ауданы туралы мәлімет алдық деп ойлаймын. Айтылған мемлекеттердің барлығын картамен жұмыс істеп, білімімізді ары қарай толықтырамыз. Ал мен сіздермен бүгінше қоштасамын. Сау болыңыздар.